Қазіргі өтетін тақырыбымыз ол циклдар. JavaScriptте while және for операторлар арқылы біз циклдарды ұйымдастыра аламыз. Жалпы цикл деген не? Ол қандай да бір іс-әрекеттің қайталана беруі, қайталанып бірнеше рет орындалуын цикл деп айтамыз. Кеттік, ішіне кірейік. Ең бірінші while. Оның синтаксисі қарапайым. While деп оператор жазамыз, сосын оның жақшасын ашамыз. Жақшаның ішіне condition қоямыз. Condition деген шарт деген. Осы шарт орындалса, мына блок ішіне кіреді. Интерпретатор мынаның барлығын орындап шығады. Егер де мына шарт false қайтаратын болса, мынаны орындамайды, бірден келесі кодқа ауысып кете береді. Жақсы, мына жерде мысал көрсетілген. Let i тең 0 деді, және while жақшаны ашты. Жақшаның ішіне не деп жазылған? i 3-тен кіші деп жазылған. Егер осы рас болса, i 3-тен кіші болса, мына блок, осы код блогы орындалады. Блок код, оның ішінде не деп жазылған? i-ді алертке шығарамыз, жай ғана, және i++ деп өсіреміз. Не үшін өсіріп отыру керек i++-ді? Себебі ол біздің циклымыздың счетчигі деп айтсақ болады. Мына жерде let i тең 0 деп құрдық. Бұл мақсаты счетчик, counter. Counter ол санап отырады. Мына цикл неше рет орындалғанын. Оны санап отыруын қалай жүзеге асырдық? Let i тең 0 дедік, және бізге жалпы неше рет орындалғаны керек еді. Содан i кіші деп қойдық. i кіші 3-тен дедік. Бұл не деген сөз? Бізге осы циклдың 3 рет орындалғаны керек деген сөз. Сосын i++ деп i-ді алдыға біреуге арттырып отырдық. Бірінші рет код орындалған кезде мына жерде i 0 тұрады. 0 3-тен кіші, демек true қайтарады. Демек мына блоктың ішіне кіреді. Алертке шығарып болғаннан кейін i++ дейді, бір болып кетеді i-іміз. Одан кейін қайтадан мына жерге келіп тексереді. Әрбір блок орындап болғаннан кейін қайтадан бір тексеріп отырады. Тексерген кезде ол true қайтарса, тағы да орындала береді. True қайтарды ма, тағы, true қайтарды ма, тағы. Сөйтіп false қайтармайынша шексіз орындала береді. Так, енді не дейміз? Бірінші рет орындалған кезде мына жерде 1 болды. True қайтарды. Екінші рет орындалған кезде 2 болды. Шарт тағы да true қайтарады. Үшінші рет орындалған кезде мына жерде i++-тан кейін i-дің мәні 3-ке тең болды. 3-тен кіші деген false. Өйткені ол тең емес, кем емес, тең. Сөйтіп барып код аяқталады. Міне 0 шықты, 1 шықты, 2 шықты. 3 шыққан жоқ. Өйткені 3 болған кезде циклдан шығып кетті. Жақсы. Так, counter'ды мақсатын түсіндіңіздер ғой? Let i тең 0 деп аламыз. Сосын неше рет орындалу керек, соны мына жерге көрсетеміз. 3 рет деп, және i++ деп міндетті түрде жылжытып отырамыз. Так, егер олай жасамасақ, не болады екен? Осылай i++-ті алып тастайық. Алерт орда консол болып қоя салайын. Консол. Жоқ, алерт тұра берсін. i++-ті қойсам, жаңа көрдіңіздер оны. 0 шығады. 1 шығады. 2 шығады. Егер мұнаны алып тастасам, i++-ті алып тастасам, 0 шықты, 0 шықты, 0 шықты, 0 шықты, 0 шықты, 0 шықты, кете береді естіп. Өсіп шексіз орындала береді. Жақсы. Так. Do while. Do while деген тура сол while. Тек қана бір айырмашылығы. While әуелі тексереді шартты. Егер шарт true болса, сосын кодты орындайды. Ал do while болса, әуелі кодты орындайды, сосын барып condition, шартты тексереді.
Сонда while мен do while'дың айырмашылығы тек қана біреу. Do while кем дегенде бір рет орындалады. Кем дегенде бір рет орындалады. Өйткені ана жерде ешқандай шарт жоқ қой. Әйтеуір орындалады, сосын барып тексереді. А while бірден орындалмай қалуы мүмкін. Егер ана жердегі шарт false қайтаратын болса бірден. For-ды кейін бөлек өтейік. Бізге қызық нәрсе негізі continue мен break. Ол үшін, оны түсіндіру үшін мынандай нәрсе жасайық. Мен бір массив құрайын. Тең 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6 деп. Сөйтейікті. While бойынша өтейік. Let i тең 0. While i кіші массивтің ұзындығы. Сөйтіп консолға массивтің еінші элементін шығарып отырайық. Сосын ұмытпаймыз не нәрсені, i++-ті. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6 дедік. Бәрі шықты. Енді бізге мынандай бір шарт болсын. 0 болып қалса, ары қарай массивті неғып керек емес, өтіп керек емес, экранға шығар деп ойлайық. Ол үшін біз не істейміз? Массив бізде құрылып тұр, дайын тұр. И бізде 7 болып кетті ғой. Иді орнына қойайық қайттан, 0 деп қойайық. Бастан басталсын. Мына жерде if дейміз. Массивтің екінші элементі 0-ге тең болса, ары қарай жұмысымызды тоқтатамыз дейміз. 1, 2, 3, 4 шықты. Содан кейін 0 болып қалған кезде мына шарт true қайтарды. Break операторы арқылы біз циклдан шығып кеттік. Счетчик ары қарай тексергенде жоқ. Счетчик андай негізі мынау болмағанда ары қарай true қайтарып орындала беру керек еді. Ал біз шығып кеттік. Жақсы. Енді continue'ге қатысты айтатын болсақ, let i тең -5 дей салайық. While i кіші немесе тең 5-ке дейік. Енді console log i дейік. Сөйтіп i++ деп арттырып отырайық. -5-тен 5-ке дейінгі сандардың барлығын шығардық. -5, -4, -3 деп 5-ке дейін барып тұр. Енді осы сандарға 10-ды бөліп шығайық. i-ді қайттан орнына қойайық. Мына жерде 10 бөлінген i-ге дейік. 10-ды -5-ке бөлсең, -2, -4-ке бөлсең, -2,5. Осылай кете береді. Мына жерде проблема неде? Проблема JavaScript'те санды 0-ге бөлсең, infinity, шексіздік шығады. Негізі бұл дұрыс емес қой. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Демек, біз барлық сандарға бөліп келе жатқан кезде, 0-ге келген кезде сол кругты ғана өткізіп жіберуіміз керек. Оны қалай жасаймыз? Оны былай жасасақ болады. i тең -5 дейік. i тең -5 дейік. While құрайық. Мына жерге жазайық. If i тең емес 0-ге десек болады. Бұл бір варианты. Осылай жазсақ болады. Дұрысы осылай ғой. 0-ге тең болмаса экранға шығар деген. -1, сосын 1-ге секіріп кетті. Бірақ біз кішкене есеп үшін өзгертіп көрейік. Есеп үшін былай жазайық. If 0-ге тең болса, не істеу керек?
тең болса и плюс плюс дей салайық та, мына жерге continue қоя салайық. Бәрібір сол эффект біз и плюс плюс мына жерде арттырдық та, continue деп осы кругты ғана үзіп жібердік. Break ол бүкіл циклды үзеді, ал continue осы бір кругты ғана өткізіп жібереді келесі кругқа. Так, болды. Осымен while бітті. For дегеніміз тура осы while сияқты нәрсе. Айырмашылығы тек синтаксисінде ғана. Оны өздеріңіз оқысаңыздар да болады.